бықсып жүрсін деген әңгіме жоқ, себе бер айналайын. Бірақ жатып шомылма ішінде. Бір жақсы иісі шығып, ең жақсы әтір ол кір сабын айналайын. Жақсылап жуынсаң сол жақсы. Күйеуім екеумізде тек заңды неке, екі баламыз бар. Мұсылманның некесін алайық десем елемей жүр. Күнә жасап жатырмыз ба деп уайымдап жүрмін. Жоқ. Егер сіздің ЗАГСыңыз кәдімгі тойхана, жаңа тойдан кейін церемония болып қиылған болса, онда Құдайым бұйырса некеңіз бар. Енді оразан күндесіз. Кешке бір ауызашар жасаңыз, 1-2 күннен кейін бір дайындалып, тезірек бір молданың бос уақытына барып, бұрынға қойыңызда, сол молданы үйге шақырыңыз. Молда келген кезде елді шақырыңызда, молда екен құлағына айтып қойыңыз, сол жерде алыстан жазып қой, айтып қой, сол походу неке қиылады. Соны екі қой, бір оқпен екі ауызашарменен неке қиюды екеуін өткізіп жібересіз, бұйырса сонымен бітетін мәселе. Тырнақты өсіріп, ораза ұстауға бола ма? Тырнақты өсіріп, ораза ұстаса не болады? Қабыл болады дейміз. Әйтпесе тырнағы барлар, кутикуласы өсіп кеткендер, өспегендер ораза ұстамай қойып жүрмесін, сондықтан оразан қабыл болсын дейміз. Бірақ бұның дәрет өтпейді ғой. Дәрет өтпесе, дәреті жоқ адамның да оразасы қабыл бола береді, айналайын. Каспийден берсе бола ма, садақаны мешітке берсем бола ма? Мешітке барып бергенің сауаптырақ болады, мешітке қарай жүрген әрбір қадамың есептелінеді. Каспийден бергенің де жақсы қабыл болсын. Тек қана Каспийден бергенің бір ғана носы бар. Имдап молда жеп қойды ма, ламтадзе деген бар. Каспий приложение баса, соған қанша проценті кетті, уайымдап жүрегің ауырып ұйықтай алмай жүрсең, қолымен апарып бергенің жақсырақ. Немістеймін. Умственный проект ораза ұстағалы шығар, қате жазыпсыз. Жұмысым жүрмей жүр. Жұмысың жүреді, оразаға қатысы жоқ, бұл шайтанның сізге салған уайымы. Ғұсылды жоқ деп айтқан дұрыс емес, айналдым. Ол ғұсылмен дәретті ажыратамай айтқан адам лак туралы сұрап атқаннан кейін соның деңгейіне жауап бердім. Мен жауап бергенім жобасы дұрыс, кімге қалай жауап бергенім дұрыс екен біліп тұрмай. Сұрағына қарай жауабы болады. Ақшаны айдың сәулесіне зарядтау, үйді тұзбен жуу, сондай техникалар исламның дініне жатпа дейді. Ақшаны зарядтап айымен күнге аккумулятор емес ол зарядтайтын. Кезінде бір адам темекіні қойамай жүрсе, бір тәуіпке барса темекісін алып кел депті. Оны не қыласың десе, Мальборо дегенде әкелесің, оны Құранның үстіне қойып зарядтайым деген екен. Ол Құранды аккумуляторный цех емес, үстіне қойып зарядтайтын. Құды сол сияқты ақшаны күнге зарядтау, айға көрсетсең ақша түссе, денежный дерево деген бар, Бенджамин сол денежный деревоға қойып, немесе бақаны қойып, аузына тістеріне қыстыртып, сол арқылы нәсібін болады десең, бұл үлкен қателік, ар жағы Аллаға серік қосуға дейін өткен үлкен күнә болып табылады. Егер адамның түсінігі солай болатын болса, өзгеріңіз, ол үлкен қателік. Егер өтіп кеткен болса, оған да тәубе керек, баяғыда солай жасаған болсаңыз. Кейбіреулер өткен күнәсін айтып, ыржыңдап мәз болып отырады. Бұл күлетін нәрсе емес, бұл жылайтын дүние. Сондықтан, ей Алла, сондай ақмақ болғаныма, сондай надандықтан мені шығарғаныңа шүкір деп қайта тәубе қылыңыз. Үйде көз моншақ ілініп тұр. Көз моншақты сіз мені тікелей көз моншақ сақтай десеңіз ғана күнә болады. Ал енді әсемдік үшін, әдемілік үшін болса, ода тұрған еш нәрсе жоқ. Ниетім болмай сосын 2-ші күн ұстап кеттім дейді. Қабыл болсын 2 күн қаза қылыңыз. Кейде бесін намазының екінтіге 5-10 минут қалғанда оқимын. Солай болып қалады жұмыспен. Қабыл болсын, уайымдамаңыз. Сандарға знак деп сенуге болады ма? Егер сіз дежавю деген сияқты бұл осындай болған сияқты, мынау сандар әрі қарасам 14-те 14, бір қарасам 17, бір қарасам 000000 болып қалады. Сол сәтте сіз сөйтсеңіз, ондай моментте ең жақсы Алланы еске алыңыз. Өйткені шайтан сізге сол арқылы жүрегіңізге күдіктік қасиеттілсің деген сияқты азғыруды салып отыр. Байқамай боқтап қойсаң ораза бұзыла ма? Бұзылмайды, бірақ боқтай бер деген сөз емес. Көзімді жұмсам қараңғы түнектен құлап бара жатқандай болам, түсіме кіреді дейді.
Бұл кішкене көз сиқыр тиген адамның немесе көз тиген адамның сипаттамасы болады. Ауыз ашқаннан кейін моншаға түсуге бола ма? Ауыз ашқаннан кейін қайда түссең де болады. Өз ықтиярың. Сөзіңіздің өзі айтып тұр, аузың ашық. Аузың ашық болғаннан кейін баняға түсесің ба, парилкаға түсесің ба, саунаға түсесің ба, спаға түсесің ба, өз ықтиярың. Пітір садақаны қазір мұқтаж болып отырған сіңіліме берсем бола ма? Болады. Бірақ сіздің мұқтаж болып отырған сіңіліңіз 640 теңгеге жармай отырса, сіз қалай тамақ ішіп, көкейіңізден қалай тамақ батып жатыр деген сұрақ туады сізге. Сонда бауырыңыз 640 теңгеге мұқтаж болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, қалайша жер басып жүрсіз, қалайша мұсылманмын деп айта аламыз, егер бір туған бауырыңыз аш болып отырса. 640 теңге оның қайт есігін жамайды деген екінші сауал туындайды. Сондықтан айналайдым, егер 60.700 теңге берсеңіз, онда сірә жақсы болар еді. Ауыз ашқаннан кейін сізге дұға етсем, ауыз ашқаннан кейін сізге дұға етсем бола ма дейді Армантай. Жаналиевтер әулеті. Ауыз ашардың алдында қылып алсаң жақсырақ болады. Құдай қаласа. Ашқаннан кейін қарын тоқ кезде кекіріп отырып жасаған дұға сәл өтпейтін шығар. Тәжәшшәш, яғни қарны тоқ кезде, кекірген кезде дұға сәл өтпейді. Аш кезде дұға қалсаң жақсырақ болады. Сосын аш кезде жасай бер. Аузым берік кезде ініме қатты ұрсып қоямын, ораза бұзылама дейді. Ұрыспайды, бұзылмайды, бірақ ұрысқандан пайда болмайды. Сол үшін оған жақсы сөз сөйлеген айналдым. 1 минут кеш жаптым, оразам қабыл ма дейді, қаза ма дейді. Жоқ, айналайын. 1 минут ештеңе. 1 минут нешита айтса деп қояйық. Рахмет, Анаржан, Анар рахмет. Зекетті мұқтаж туысқа берсе бола ма? О да сауап болады. Зекетті мұқтаж туысқа беріңіздер, дұрыс. Білем, Арманжан дұғада екеніңді. Мен де сіздер үшін дұғадамын алтыным. Алла разы болсын. Ұзақ жолдан келіп едім, жолда ауыз бекіттім, пойыздан түскен соң душқа түстім. Қате жасадым ба? Жоқ. Ораза қабыл болсын. Былтырғы оразамда 3 күн өтемей қалдым. Осы оразамда қай күн өтеу болады? Айттан кейін өтейсіз берса. Қазір 36-дамын. Қарашада 37-ге толамын. Қазір мүшел жастамын ба? Қазір мүшелдесіз. Көпшілікте ауыз ашарда дұғаны бір адам дауыстап оқу керек па? Сол жақсырақ. Имамға оқытық қойыңыз, еткені қатеңізді түзе боласыз. Имам дауыстап Аллахумма лака сумту ва бика таваккалту ала ризқика афтарту ва лисаумин адни мин шахри рамадан деп айтқан кезде сізді соған ілеспей, мына жерде Рамазан емес, Рамадан деп айтты ғой деп соны түзетіп алған жақсы болады. Сол үшін имамға беріп қойыңыз. Имам сол үшін алдағы әимма басқарушы деген сөз, сол басқарсын. Бірақ имамның алдында, уахам артында имам қайырғаннан кейін сізді қосымша тез айтып алыңыз. Бірақ елдің бәрі бет сипап қойып тамақ жеп отқанда бүйтіп отыра берме. Бізде кейбіреулер бар. Ана елдің бәрі дұға қылмаса өзінше бүйтіп көрініп, елдің бәрі бүйтіп атса ол бүйтіп көрініп, елдің бәрі мына жақ қараса сен бүйректен сирақ шығарып былай қарап, елдің бәрі қолын былай ұстаса сіз былай ұстап, немесе бүйтіп ұстап, әйтеуір не керек? Сонда понттарды қойыңыздар. Имам жасады ма, имаммен бірге жасай беріңіз. Кейін имам жоқ кезде бүкіл тілеріңізді айтып аласыз бұйырса басқа уақытта. Сондықтан кейде көріп қалам, бүйтіп бөлектеніп тұрғандарды үйірден бөлініп тұрған жақсы емес. Бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум нұрла, ниет қабыл болсын. Аумин, баршамыздікі қабыл болсын. Сіздікі, біздікі деп бөлмей, баршамыздікі қабыл болсын деп жазып үйреніңіздер. Өткен жылғы 30 күн қарызды осы жылғы өтесем 30 күн қалып өтейін ба дейді. Иә. Сіз осы оразаға ақыр 30, мынау да 30 екен, бірақ қоса салайын деп, бір картамен баса салайын дедіңіз ғой, бәрін. Жоқ, ондай басылмайды. Зекет пен пітірдің мағынасын түсіндіресіз бе? Зекет деген жылына бір рет берілетін бай бақуатты адамдардың міндетті болған садақасы. Пітір деген, зекет парыз, міндет. Ал үтір не болатын болса, пітір болатын болса, ол уәжіп, яғни парыздан сәл төмен тұрады. Зекетті бермесең, ақимус салата ва ату зака, намазға дейін кедергісі бар. Пітірді бермесең, намазға кедергің жоқ, дүниең арам бола қоймайды, бірақ бәрібір мойында сәл кінәрат болады. Ал зекет жыл 12 ай беретін болса, оразада тек қана берілетін ол пітір болады. Ораза кезде жолы
Жолдасың қол көтерсе ораза бұзыла ма? Жоқ, бұзылмайды. Бірақ жақсы дүние емес. Ораза айында туысы қабыл болған үйге барып көңіл айтса, сол туралы айтасыз ба? Жақсы ғой. Бірақ тамақ ішпеңіз. Сізге жеке қабылдайсыз ба? Онлайн сұрақтарым бар дейді. Қай өңірден боласыз? Жоқтау айтып қатты жыласа ораза бұзыла ма дейді. Жоқ, бұзылмайды. Пітірді балалар үйіне берсем бола ма? Болады. Басқа елге іс сапарға шыққанда ауыз аша тұруға рұқсат етілген бе? Иә, бірақ сапарға шыққаннан кейін ашасыз. Жол жүрер кезде емес. Зекет беру жағдайына қалай жетеміз дейді. Дұғамен жетесіз бұйырса, ата-анаңыздың дұғасын өзіңіз дұға қылыңыз, Алла береке берсін өміріңізге. Алланың разылығы үшін садақа еттеп күнде харекет қорына сала бергенім дұрыс па? Дұрыс, айналайын, қабыл болсын. Ауызда 5 минут кеш жабуға бола ма? Қауіптірек. Бақсы балгерлерге барып болашақ туралы сұрасам күнә ма? Күнә болады, ширкке өтеді. Тілек Алланың құлағына шалсын деп айтуға бола ма? Енді біздің халқымызда білместікпен сондай сөздер қалыптасқан, бірақ енді Құдайдың құлағына деп айтса, барлығымыз ол адамды кәпір қылудың қажеті жоқ. Кейбіреулер сондай адамдарды зекіп, кеше ғана өзі бата арақ ішіп жүрген ұмытып қалып, бір ақсақал бір жерде Құдайдың құлағына шалынсын деп енді айтыпты. Сол жерде тұрып алып, астағфирулла деп қолына микрофонды жұлып алып, ол кісіге зекіп, бақырып, сен кәпірсің де кәпірсің, Құдайдың құлағы бар ма деп омен ұрысып салғыласатын дүние емес. Айтаудың өзінің орны болады. Әлбетте біздің сенім ақидамыз нанымыз бойынша Құдайдың құлағы, аяғы, басы, келуі, кетуі, төмен түсуі, жоғары көтерілуі, отыруы, тұруы бұл үлкен қателік мәселесі болып есептелінеді. Бірақ деген сөз ол жердегі жаңа үлкен кісіге ақыл айтып, өздігінен білмегенді кешірмесең, білгендігін қайда деген қазақтың сөзі бар. Сондықтан ол адамға асықпай түсіндірген жақсырақ болады. Бізде біреу айтып қойса, сразу қолдарын теріс жая қала, мынау қолын былай ұстап тұрып, енді бата бер дегенде бір атамыз әруақ қолдасын деп айтса, астағфирулла деп қолын битіп, дастарханда түрі бұзылып, онсыз да басымыз қосылмай жүрген қазақты бүйректен сирақ шығарып быт-шытын шығарғанды қойыңыздар. Неге? Өйткені сен одан ары болғасын кеше. Біріншіден, екіншіден ол кісі солай айтса, ол Аллаға серік қосқандық емес. Аллаға серік қосу, яки болмаса діннен мұртаттық үкімді ашып қарасақ, оның 9 шарты бар. Сол шарттың ешқайсына келмейді ол кісінің айтқаны. Ол кезде ол қателікпен айтты, білместікпен айтты. Ол тікелей аруақ мені қолдайды деген мағынада емес. Сол жаңағы енді бір соған дұға болсын деген мақсатта айтқан болса, бұл жерде ниетіне қарай сөз болады. Сондықтан түсінікпен қарауға тырысыңыздар. Біз күмәнді мәселелерде бірлікті болуға тырысуымыз керек. Ал енді жаңағы дұрыс түсінуіміз керек. Бір күмәнді болған нәрселерде мынау қателесті ма деген жерде, сол жерде дұрыс мағына шығарыңыздар. Кеше ғана президентіміз тағы да айтам, жаңа мешіт салмау керек деген сияқты сөздерді бұрмалап алып кетіп, оны кәпірге мұртат қылып атқандар, өзіңіз діннен шығып кетіп жүрмеңіз. Ол кісі ондай мағынада айтқан жоқ шығар, қандай ниетпен айтты, қазаққа пайда келтірсін, қазаққа, ұлтымызға бір ұлағат болсын деген мағынада айтқан болар. Шын мәнінде де солай. Ұлтжанды адамның енді мемлекеттің үлесі алға қарай дамысын деген мақсат айтты. Тура сол сияқты мынау қара киім. Қара киімді онсыз да айтып жүргенбіз, біздің жаңағы халқымызға, салтымызға жат дүние. Бетін қап-қара қып киініп алып, өзін ғана мұсылман санап, өзгелерді кәпір санайтын, бұл біздің не сенімімізге, не дінімізге, не ұстанымызға, не бүгінімізге, не өткенімізге, не келешегімізге сыймаған жат дүние. У меня вопрос, ага, можно ли христиану накрыть стол для ифтара постящимся? В чем проблема? В чем проблема? Где сказано, что именно ифтар относится к мусульманам, либо только для постящихся?
это садака. Само по себе садака дается как и мусульманам, так и не мусульманам. Поэтому звать соседей, которые не являются мусульманами, либо те люди, которые не держат Торазу, в чем в этом зазорного, что в этом плохого. Наоборот, присутствующий там имам, он должен делать наставление. Во время наставления, если этот же человек, тот же христианин, будучи христианином, может он покаяться, может на нем будет милость Всевышнего Аллаха, и если он примет ислам, наоборот же это зачтется благом для всех присутствующих. Поэтому на наши ифтары должны присутствовать соседи. Я часто наблюдаю, мы часто пропускаем наших соседей, обходим наших соседей стороной. Даже я знаю людей, которые не здороваются с соседями, аргументируя, что они не мусульмане. Что в этом плохого? Пророк, саллаллаху даже поднимался с места, когда приходили подружки Хадиджи, которые, Хадиджа, знаете, да, они среди них тоже были не мусульмане, поэтому в этом проблем нету. Мы должны уважать друг друга, жить в мире и согласии. На наших нормальных, нравственных, хороших отношениях, добрососедских отношениях строится государство, строятся наши отношения, строится само по себе ислам. Само по себе ислам это и есть милость. Поэтому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах сказал: «Вама арсальнака илля рахматан лил аламин». Ты был послан милостью для человечества. А где наша милость? Мы себя считаем инстанцией, считаем, что только мы правы, а остальные все заблудшие. Поэтому будьте осторожны. Колбасу можно есть. Если там есть дозволенный стандарт, халял стандарт нашего духовного управления мусульман Казахстана, в этом нет проблем. 27 күні Шымкент қаласы Ордабасы мешітінің қасына Мумтаз мейманханасына ауызашарға келіңізші. Менің кешкілік уақытта эфирлерім бар. Астана қаласының өзінде көптеген ауызашарға бара алмаймын, ренжімейді, ол туралы айтқанбыз. Намаз уақытысында дейін ұйықтап, тахаджуд намазына дейін ұйықтап үлгермей қалып ұйықтамай оқи беруге бола ма? Ұйықтап қалатын болсаң ба? Енді ұйықтап алған жақсырақ болады, ұйықтамай оқысаң да иншалла қабыл болады деген сөз. Если не успела принять гусл, можно ли держать пост? Да, конечно. Конечно. Пророк, саллаллаху алейхи, именно так и у него и получалось. Следовало, они с Аишой, да благословит Аллах его приветствует, хотели принять гусл, но не успели. Они поэтому мыли руки, мыли лицо, чистили рот. После этого делали сухур, вернее покушали, а потом делали омовение гусуль. После этого... во время сухура не было омовения, в этом проблем нет. Но, конечно, так практиковать тоже нехорошо, но само по себе желательно, если допускается. Қатын бала шағаны бетінен сүйсек бұзылмай ма? Бұзылмайды, жаным. Тек қана сол тормозды уақытысына тоқтатып үлгерсең болды, ручник ұстаса болды. Колодкалар нормальный емес, колодка жақсы болса істей бер, жаным. Ары қарай кетіп қалма. Намаз оқып үлгермеген адам тахаджуд намаз оқып бастауға бола ма? Бастай бер, алтыным. Қайсынан бастасаң бастай бер. Бүгін сәресі уақыты 4:40, бірақ 10 минут ерте жабу керек, иә? Жоқ, ондай нәрсе жоқ. Сол 4:40-та бекіте бер, жан. Жас нәрестеге қанша айына дейін құлағына азан шақырып ат қоюға болады? Сәбиіміз қазір 3 айдан асты дейді. Ат қойғанымызбен азан шақырып қоймадық дейді. Іштен етпейді, азан шақыру міндет емес. Азан шақыру міндет емес. Саламатсыз ба? Намаз оқығым келеді, бірақ іште қорқыныш болып тұрады. Медикпін, жұмыста қаза қылып қоям ба деп не істесем болады? Сен сол бастамағаның вообще қорқыныш бабай сол. Наоборот, бастағаның жақсы. Сен ол қорқынышты келешекте не болады дейді. Қазақта бір сөз бар. Шегірткеден қорыққан адам бидай салмайды дейді. Сондықтан алтыным, сен бастай бер. Ол сол кездегісін Құдай өз көрсетеді. Сен баста бүгін. Бүйтіп қойсам не болады? Сол кезде оқи алмасам не болады? Сол кезде операционный залға кіріп қалсам, Құдай оны көрсетеді. Сен баста бүгін. Қарама, жаным. Сізді тыңдап отыра беріп дейді, ниет айтып қоймаппын, бірақ ниет айтуды уақыты өтіп кетіпті. Кім айтты сізге өтіп кетті деп? Өткен жоқ, уақыты кірді. Сіз ниетті уже айтылып қойдыңыз. Ниет ертең ораза ұстаймын деп ой болса, соның өзі ниет болады. Ұстаз, дәрет неден бұзылады? Дәрет ұйықтағаннан, дәрет құсқаннан, дәрет дененің любой жеріне қан ірің сары су аққаннан, намазды оқып тұрып күлгеннен, денеден ұрықтық сүйік бөлінгеннен дәрет бұзылады. Ауыз жабық кезде маза болмай қалса, система алсам бола ма, болмай ма? Болады.
Алла шипа берсін. Қателікпен тұмар жаздырып алып едім. Соны не істесем болады? Өртеп жіберейін десем, ішінде Құран аяттары бар. Әлде суға ағызып жіберу керек па дейді. Неге сіз өйтіп айтасыз қателікпен деп? Аллаға серік қостым деп отырсыз ба? Жоқ, олай емес. Сіздің Құдай сенім нанымыңыз туралыққа келген екен. Ол Құранның аятын өртемеңіз. Біріншіден, сізге кеңес сол тұмар жазылған ішіндегі аятты жаттап алыңыз. Қайсы аят екен? Ол сіздің тұмарыңыз болады. Соны жаттап оқып жүр жаным. Үйден шыққан кезде дұғаны оқып жүр. Сол сіздің иншалла Алланың рахымы, кәләмі сіздің Құраныңыз болады. Ал енді ол тұмарды мойныңызға салақтап тағудың қажеті жоқ. Оны жаңағы өзіңіз айтқандай ағын су бар болса ағын суға ағызасыз, бірақ унитазға емес. Одан кейін ағын су деген түсінікті ғой, яғни көл, өзен деген сияқты. Ол болмаса, онда көмесіз. Енді бір үйдің есігінің алдын, двордың бәрі қазып атсаң, соседтер кімді шақырып, участковый шақырып, мына дуа кеш біреу деп есептеп жүрмесін. Сондықтан ондай кезде өртеп жібергеніңіз жақсы болады, бірақ пожарный сигнализация істеп кетпесін. Қараңыз, санаға салып көріңіз. Кешіріңіз, ұйықтағаннан ораза бұзылады дедіңіз ба дейді. Жоқ, дәрет бұзылады дедік. Саламатсыз ба? Ауыз берік кезде тіс емдеуге бола ма? Болады, бірақ жұтпау керек. Ана емдейтін врачқа айтасыз, мен оразамын деп ескертіп қойыңыз. Ана бор машинамен барлық сілекейі бар, қаны бар, жақсылап қарап отырсын соған. Дұға кестесін жасап сатып жүргендерге не дейсіз? Жалпы солай болам. Қазір өзі мына дұғаны оқысаң, бір имамнан сұрапты ғой, күніне 100 мың түсіретін дұға, тиктокта жүрген бір имамнан сұрапты, күніне 100 мың теңге түсіретін дұғаны үйретші десе, ана имам ақылды екен, айтып та, айналайын, соны білсем саған айт деген екен. Сол сияқты күніне осындай дұғаны үйретем, осындай салауатты үйретем, оны үйреткенім осынша мың теңге. Қай күні менде көзім көріп қалған, сразу қабыл болатын дұғаны үйретем деп. Сразу қабыл болады да, кәдімгі келісіп алған сияқты. Ол жақта таныстары бар көрінеді. Соның барлығы бұл жырақ нәрсе, ондайға сенбеңіз. Ата-анаңыздың дұғасы сразу қабыл болатын дұғадан. Жігітім ауыз берік кезде сигаретті қатты іздейді, оразаны бұза ма? Іздеген кезде барып темекі шеккендерге барып десе ораза бұзылады. Енді іздегенде шыдай алмай тақатсызданып, мұрны қышып, құлағы қышып сөйтетін болса, енді жақсы емес. Пендесін әлі қоя алмай жүргені, сөйткені жақсы емес, бірақ түбі түзелер. Тісті қай уақытта жуған дұрыс? Ауыз бекітпей жатып па? Ауыз бекітіп те жусаңыз болады, ауыз бекіткеннен кейін де жусаңыз болады. Мәселен, сағат қазір 4 уже ауыз бекітетін уақыт болды Астана қаласы бойынша. Енді тіс жуып үлгерген жоқсыз, мені көріп тұрдыңыз да жуамадыңыз. Енді аузыңызды бекітетін уақыт кірді, уже ауыз жабылды. Дұғасын оқысаң да жабылды, дұғасын оқымасаң да жабылды. Өйткені сәресіге тұрудың өзі ниет болып есептелінеді. Сіз қазір сәресі іштіңіз, бірақ мынандай дұға оқыған жоқсыз. Аузыңыз бекітілді ме? Аузыңыз бекітілді. Неге? Өйткені сіздің сәресіге тұру ниетіңіз ауыз бекіту ниет тұрды. Сондықтан арабша, қазақша, японша айтудың қажеті болмай қалды, яғни айта алмай қалдың. Енді айта берсем бола ма? Кешігіп бола береді, аузыңыз жабық болса да айта бересіз. Енді осы кезде тісті қалай жуамын? Тіс жуған кезде тісті ауыз берік кезде тіс жуу оразаны бұзбайды. Тек қана дәмі болғандығы үшін ғана макрух деп айтамыз, бірақ десе де ораза бұзбайды. Енді қараңыз, сағат 4-5-те бекіттік дейік, 5-те қазір жатып ұйықтасаңыз, 5, 6, 7-де жұмысқа кетуіңіз керек. 2 сағат жатып ұйықтайтұғын болсаңыз, тағы да аузыңыздан иіс шығып, тісіңіз сарғайып қалуы ықтимал. Әрі тамақтан кейін жеген кешегі салат бар, винегрет, винегреттің ішінде майонез көп, сол майонезден тісің сарғайып тұрған болса, енді оны ауызды жуу керек болады бәрібір. Сол кезде жумай-ақ қой деген сөз жоқ, жуасыз, зубной пастамен жуасыз, бірақ жұтып қоймаңыз, Қан тапсыруға бола ма? Болады, ораза бұзылмайды. Кемілген қолмен, кемілген деген түсінбедім. Намаз оқығанда ұмытып артық оқыса намаз бұзыла ма? Намаз артық оқығаннан бұзылмауы мүмкін, бірақ не нәрсені артық оқыды, мәселе сода. Сендерден ешкім сұраған жоқ дейді, дұрыс айтады. Таңғы намаздан бастадым, сағат нешеде оқығаным дұрыс болады? Сәресіден кейін оқысам болады ма? Болады, алтыным, қабыл болсын. Сапарға шыққанда қосымша намаздар оқылады ма? Оқи берсең болады. Уақытың бос кезде тикток көріп, инстаграмда шыққи бергенше намаздың бәрін оқи бер. Нәпіл намаздарды қалдырмай оқы. Жанұядағы мүгедек балалардың пайда болуы сынақ па? Сынақта болуы мүмкін, сауапта болуы мүмкін, жақсылықта болуы мүмкін.
сол арқылы сіздің отбасыңызға береке келуі де мүмкін. Қарызың болса, кәсіпте зекет беру шарт па? Жоқ. Қарызды беріңіз. 4 күн қатарынан бастырылып жүрмін. Естейм аға, уже ұйықтауға страшна. Аятыл күрсіні 7 рет оқып барып, қолыңа үрлеп, басыңды сипап жата қой алтыным. Ол да болмаса, жақын жерде мешітке молдаға бар. Ауыз бекіткенде 3, 4, 5 минут кешігіп жапса не болады? Ауызды жапса деген сөз дұға оқысаңыз, 1 сағаттан кейін оқи берсең бола береді. Тамақ ішу мәселесі қауіптірек болады. Бір жас қызыма қандай дұға жасасам болады болашағына? Барлық дұғаны жасай бер жаным. Аузыңа түскен дұғаның бәрін жасай бер. Барлығы бұйырса қабыл болады. Талату дауатун мустажабан, 3 адамның тілегі қабыл, дағуатул мазлум, қиыншылықта қалған адамның дұғасы, дағуатул мусафир, сапардағы адамның дұғасы, ва дағуатул валидайни алал валидихи. Ата-ананың балаға жасаған дұғасы сөзсіз қабыл. Сондықтан ата-анаңыз ата-аналар балаларыңызға көл көсір дұғаны жасаңыздар. Тек қана бір бағытты физматты ғана оқысын деме, әлемнің ғалымы болсын, еліне пайдалы болсын деп. Ал енді сол оқыған ілімі өзінің қақпасы жақсылық алып келмесе, отанына пайда алып келмей, айдаладағы өзін жетектеп, не ұлтқа, не жақынына, не бауырына қамқорсыз болса, өйткен ғалым болғанда не пайда? Айтыңызшы, біздің аталарымыз бізді оқып ғылым қусын дегенде ағайыннан бессін деді ма? Бауырдан кетсін деді ма? Елін ұмытып, тілін ұмытсын деді ма? Ғалым болғаннан не пайда? Елі мен жерін сатып кететін болса. Сондықтан осы отанға, жерге еңбек істейтін ұрпақтан болсын деп сұраңыз, қызға да, ұлға да қабыл болсын. Ал енді бүгінгі қысқа ғана кешегі бастаған тақырыбымыздан ары қарай сөз көтергім келіп тұр. Бұл ақыры әдептердің әлеміне кірген едік. Әдептер әлемі бұл көп дүниені қамтиды. Ақыры айтылғаннан кейін біз барлық мәселені біліп жүргеніміз жақсы болады. Алдында біз ұйқы мәселесін айтқан екенбіз, қалай ұйықтаймыз, қалай тұрамыз, және ұйықтаған кезде бастырылып қалса не істейміз, қандай дұға оқимыз, естілмейтін білмегендер осы туралы тағы да көріп біліп неге салдық, оқып көріңіздер. Келесі әдептердің ішіне су ішу әдебі тұр екен, одан кейін тамақ ішу әдебі тұр екен, оның артынан әжетханаға кіру әдебінен кейін күлу әдебі, достық әдебі, қалжың әдебі, ашу әдебі. Ашу әдебін бастаған екенбіз. Ашу әдебінен ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос деп Рамазан кеше ғана Жібек жолы арнасынан сабыр туралы айтқан едім. Сол сабыр мұсылманның ұлы, қорғаны ұлы қасиеті. Сондықтан әр нәрсенің әліптің артын бағып, сабырлы болу бұл ең жақсы дүние. Балаларыма қандай дұға жасайым деп сұрағандар, балаларыңызға сабыр оның құралы болсын деп айтыңыз. Шайтанның алдау азғыруынан алыс болудың да ұлы жақсы жолларын бірі сабырлы болу. Ұшқалақ болмау. Әр нәрсеге өзі епті болған жақсақ, бірақ ұшқалақ болған дүние емес. Дүниеміз жақсы емес. Ашу үстінде адам тіліне ие бола алмай, соның ең көп ашудың кесірін сіз бен біз көреміз.